Бүгін сіздермен болады Пози Про. Ал біз деген логикалық сұрақтарға жауап береміз. Ал достар, кеттік. Біз оның тек жақсы жақтарын ғана пайдалануымыз керек. Сондықтан да біліміңізді арттыратын логикалық сұрақтарды шешуге дайын болыңыз. Ең қызықты достар. Кеттік достар. Логикалық әлеме достар, я. Міне. Суретке қарап жасырылған затты тап. Жасырылған. Достар, мына жағында тұр. Міне көріп тұрмын. Ағаштан қағаз жасалады. Жасырылған суретте міне тұр ғой. Светтен кетіп қалды. Патша өзінің жалғыз қызын ең мықты батырға беремін деп халыққа жар салды. Да, я достар, тыңдап отыр. Патша батырларға теңдігі 30 болатын 3 нысанға садақпен атып дәл тигізуді тапсырды. Ал енді сұрақ, батырлар қандай нысаналарға тигізуі керек? Отыз достар, 30 шығар, 30 ба білмеймін. Айтшы. Батыр осы 3 нысанаға дәл тигізген жағдайда ханшайымды алып кете алады. Йо, достар, білмей-ақ қойым. Білмедім. Кешіріңіздер, мен ұмытып қалдым. Бұл суреттен қандай қателікті байқап тұрсыз? Достар, неге кешіп келесің? Біз сау өткізіп жатырық, сендер неге кешіп келесің деп тұрған. Сіздің көзіңіз қырандай қырағы болса, бұның жауабын тапты деп ойлаймын. Достар, мен таптым. Просто мен сіздерге сөйтіп айтып жатырмын. Өтіріктен. Керемет сұрақ. Фильмдердегі қаһармандарды белгісіне қарап тауып көр. Ал онда кеттік. Бұл қалай железный емес. Қалай еді? Флеш, я флеш достар. Ұмытып қалдым ғой флешті. Мынау Человек-паук. Достар, Человек-паук. Өлмекші адам, я. Мынау бұл Бэтмен емес. Қалай еді? Дядпул, я, достар. Мынау енді достар, мен көп зәт қаһармандарды ұмытып қалдым. Капитан Американы, я, капитан. Көп ұмытып қалдым. Саяхатшы бір қалаға келді. Сол қаладан өзінің шашын алдырмақшы болды. Бірақ қалада тек 2 ғана шаштаразшы бар екен. Бірінші шаштаразшыға барғанда оның кабинеті және өзінің шашы әдемі болды. Екінші шаштаразшының кабинеті шашылған және өзінің шаш үлгісі әдемі емес болып тұрды. Бірақ саяхаттаушы екінші шаштаразшыны таңдады. Неге деп ойлайсыздар, достар? Жауабын комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк. Сосын лайк. Ал достар, табамыз. Оның шашы да... Қалада 2 шаштаразшы болғандықтан олар бір-бірінің шашын алады. Сондықтан да екінші шаштаразшының шаш алу тәжірибесі жоғары екендігін аңғарған боларсыздар. Достар. Ал достар, бүгін сіздермен болған Пози Про. Каналға жазылып достарымызбен видеоларымызды бөлісейік. Каналға жазылып кетіңіздер менің. Бұл үшінші бөлім. Достар. Пока-пока, чау. Бүгін сіздермен болған Пози Про. Лайк, сондай барын басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Неге шаштарыз бірдеме болғаннан жазып кетіңіздер. Ал достар, бүгін сіздермен болған Пози Про.